Всем привет! Сендермен бірге мен Ақбота. Бүгінгі видео бізде unpacking болады. Бүгін менде Каспийдегі заттарым келді и сендерге соларды көрсетемін. Мына пакеттің барлығында бізде заттар бар. Андай прям күшті заттар деп айта алмаймын, бірақ косметика, сондай заттар. Менде, кстати, тинт заказ берген, бірақ ол менде кешігіп жатыр. Қазір мынаны көрейік. Мына жерде бізде бұл бізде Мистайстың карандашы. Так, 765-ші оттенокта. Мынау қандай екен өзі? Бұл бізде андай майлы күшті карандаш. Маған өте қатты ұнайды. Мына жерде бізде мынандай бір зат бар екен. Давайте осыны көрейік. Андай сыртына жазылғанын мен оқымай ашып жатырмын. Мынау бізде тоналка болу керек. Мен бірінші рет мынандай тоналка заказ беріп көрдім. Негізі мен Эвелайнның тоналкасын қолданатын едім. Сол тоналка прям маған ұнайтын еді, бірақ мен мына тоналканы көрейінші дедім. Шанелдің бізде тоналкасы. Мен отзывтарына қарап алдым. Ойбай, үлкен ғой, қараңдар. Вот, и мына жерінде Шанеліміз бар. Оттенок вроде маған өте аппақ болады. Сырты базар жоқ, прям күшті маған ұнап тұр. Бірақ мынау тоналканың өзі, білмеймін. Маған мынау точно аппақ болады, тоны болады. Маған көріндер, маған сәйкес келмей тұр. 101-ші оттенокта. Мынау бізде прям күшті нәрсе. Та-дам! Бұл бізде аксессуардың сывороткасы. Менде прям бетімді увлажнить ететін дым жоқ. Сосын осыны заказ беріп көрейін деп ойладым. Бірақ бетімді құртып алмасам болшы. Білмеймін енді қандай екенін көреміз. Вроде бұл увлажнять етеді. Мыналар шықпай жатыр ше. Ладно. В общем, осындай. Потом мен сендерге ютубтан влогымды көріп жүріңдер. Алдағы уақытта тағы да влогтар түсіріп, күшті видеолар түсіруге тырысамын. Мен сендерге если андай прям күшті увлажнять етіп, сондай болып жатса, мен сендерге мынаны айтамын, қандай екенін. Күшті увлажнять етеді, мынау деп. Так что каналға тіркеліп кетіңдер, менің жоғалтылмас үшін. И барлық видеоларымды қарап жүріңдер. Мына жерде бізде рок розы тұрған. Мен білемін екен. Бұл бізде мицеллярка. Осындай бізде Я Самаяның өте үлкен мицелляркасы. Прям күшті көпке жетеді. Так, бұл бізде SPF мынандай. Бізде кішкентай ғана SPF. Бұны тоже менің влогтарымнан көресіздер, менің отзывтарымды. Иісі күшті екен. И, кстати, мен Пинделодан там өте көп заттар заказ бердім. Өте көп дегенде, енді примерно осы заттар сияқты 12 зат па заказ бердім. Мынандай карамель. И ішінде осындай заттары бар өзінің. Бұл заттар берген ғой. Ішінде мынандай, атын білмеймін. Осындай, и мынандай палочкаларымен. И мынандай, мынау неге керек екенін білмеймін. Осындай. И карамельканың өзі. Мынау бізде ендіреме екенін. Кірпікті мен аңдап қойған кірпігім. Қымбат болып кетті вообще. Сосын оны алмадым. Бір кірпікті рандомно таңдай салдым. Таңдай болып кетті, в общем. Пустой болса, я. Вау! Қараңдар, қандай күшті. Мынандай асты жуандар да бар екен, қараңдар. 30-40 деп осылай кететкен да. Бұлай мына жағында жұқалары, сондайлар екен. Прям күшті ғой мынау. Ең ұзыны бізде 16, ал ең қысқасы 8 мм. Мынау прям күшті, өзінің бағасына стоит прям. И ішінде бізде мынандай клей мен ремувер жүреді вроде. И пинцетті. И мынаны ашайық. Бұл бізде бигоди. Ура! Мен наконец-то бигодимен шашымды былай нетіп жасаймын. Ура! Қараңдар қандай күшті. Тоже набор бұл бізде. Ішінде осылай бигодиларды қыстырып қоюға осындай қыстырғыштары бар. И мынандай өзінің тарағы бар. Бізде осындай тарақ.
осындай үшеуліктен бізде 6. Қараңдар. Осындайлар прям күшті ше негізі. Андай get ready with me түсіргенге прям күшті. Кстати, get ready with me демекші, мен тиктокқа бір get ready with me түсіп салдым. Прям тиктокта хит болып жатқан форматта, и ол бізде ретке шығып кетті. Вот. Мен, в общем, тиктокты жүргізіп бастаймын дедім да, сөйтіп сол видеодан бастадым, и менде ол прям күшті атты. Ал бірақ қалған видеолар менде онша ретке кірген жоқ. Вот. Так что менің YouTube... Так что менің TikTok каналыма тіркеліп кетсеңдер болады. Вот осы канал менде. Сендерді күтемін. Так, бізде тағы 3 зат қалды. Мынау. Мына жерде бізде ухачистка. Прям өзіме керек заттарымды бердім. Кстати, мен мицелляркасыз жүргеніме өте ұзақ уақыт болды. Мен бізде мынадай ухачисткалар. Мына жерде умывашкам әлі біткен жоқ, бірақ и осы бізде мыжылып мал болып жатыр, хотя бы орап жіберсе болады. Даунлаттың умывашкасы. Несі күшті. Менде, в общем, бәрі анандай заттар. В общем, уходовый сондай. Декоративный косметикалар, в общем, менде азғантай бердім. Потому что мен оны декабрьде ғана алдым. Вот. И менің самый любимый тушым Алабун. Вот. Мынандай несі бізде. Мынау туштың өзі. И бізде самый главный, прям ең күштісі маған өте қатты ұнағаны. Ол бізде мынау кірпік. Мынау кірпік. И, кстати, не стайсың, карандаш тоже самый күшті прям. И осымен бізде анпакинг бітті. Менің Каспидегі заттарым осылар заказ берген. И менде люкс визаждың бір тинті қалды. Ол әлі келген жоқ. Достар, бүгін бізде 10 март бүгін бізде. На 2 заказ екен. Доказывайте, менде 2 заказ екен. На бір зат мен ұмыт кеттім. Қазір мынау тинтісін көрсетсем. Жылы мен басқа оттенок алдым. Мен августама алған кезде андай өте андай темный оттеногын алып қойыппын. 08-ді алдым вроде. Бұл жолы менде 06 оттенок. Все осындай. То же самое қап-қара. Прикиньте, мынау оригинал. Оригинал. Менде өткен алғанымда маған оригинал емесін зап жүрген. И мынаны ашайық. Ол бізде осындай. Үлкен екен кәдімгі. Осындай бізде мынандай ішінде буховка, осындай әртеңелері бар. Мен бұндайды Пиндодадан заказ берген едім. И ол менде уже қалмай қалды. Қолдан. Таңыранда кішкентай. Вот, сосын тағы заказ бердім. И осымен біздің бүгінгі неміз анпакингіміз аяқталды. Еще. Всем пока.